тахаджудта адамды қайтарып алуға дұға оқыса қаншалықты қабыл болады? Қабыл болу білмейсің ғой. Ол кетіп қалды, ол жаңа басқа біреуге ғашық болды, содан келіп сен оны тартып алсаң, ол менікі деп. Ол сені жек көреді, сені жақтырмайды, ананы жақсы көреді, тоқалды жақсы көреді, сен қайтарып алам деп жатсың, мен 3 балам бар, мен жақсы көремін оны деп. Ол сені жек көреді, сенімен тұрғысы келмейді. Сенімен тұрғысы келмеген адамға не қыласың? Құран оқып, сонда сені Құранды, тахаджудты, ғибадатты, дұғаны тек қана өзіңнің нәпсің үшін, маған қажетті болған үшін пайдалансаң, онда Құдайменен байланысың да сенің мәселе шешу үшін бе не? Егер олай істейтін болсаң, Алла сенің өліміңді, сорыңды сол адамыңа байлап қояды. Сол адамды өліп талып сұрасаң, ажалың содан болады. Үндіс Садхгуру туралы ойыңыз, сол кісінің психологиясын тыңдап жүр едім. Енді ол кісіні көріп тұрамыз, интернетте бар, менде көзім шалады. Бірақ ол кісі мұсылман емес. Мұсылман адамға мұсылман емес адамның пікірін тыңдасаң, соның дініне, соның ол психологиядан бұрын ол кісі діни мәселені қамтиды, индуизмді қамтиды. Сондықтан да сіз өзінің сол жаңағы сенімін қамтиды, сол үшін өзінің гурасы бізге келмейді. Мысалы, ол сізге дұға оқы деп айтпайды. Мысалы айтайық, Ықылас сүресін оқы деп айтпайды. Сіз Фатиха намаз оқы, тахаджудты үйретпейді. Сондықтан қарап көріңіз, сізге қаншалық керегі бар. Омар жахилия кезінде қыздарды тірідей көмгенбіз деген рас болса, Фатима қарындасы қалай аман қалған сонда дейді. Жоқ, бұл кішкене қосымша сөз. Жаңаға кейбір кезде шииттердің Омарды менен орталарында бұларды дау бар, Алиге байланысты, сол халиф болу керек еді деп. Сондықтан сонда қосымша айтылып кеткен сөз деп жазылады. 16-17 жас бала тәрбиесі туралы айтыңызшы. 16-17 жастың тәрбиесі кешіккен тәрбие. Кешіккен болса да, енді не істеу керек десеңіз, мейірімдікпен алып келесіз. Енді ұрсатын, қаттырақ ұратын, қорқытатын дәурен емес. Екінші жолы достар арқылы. Балаларыңызға жақсы жолдастар тауып беруге тырысыңыз. Бұл екі. Үшіншісі, өзіңіз тікелей үлгі болыңыз. Күйеуім өз ағасының әйелі. Жеңгесі ғой, жеңгесі менен көңіл қосқан екен. Мен екізді болған соң байқадым. Қазір ажырасып кеттік. Мен ұнатпайтын тірліктеріме жасаған үйде тамақ істемесін сол туып, осы күнде соң шыдамай дейді. Енді былай ғой, қарындасым, сен кетерін кетіпсің. Кетерін кетіп біткеннен кейін несін айтасың? Ажырасып кеттім деп отырсың. Енді егер сен өткен ажырасқан дүниеңді айтсаң, демек сенде іште ренішің бар, өкпең бар қателікке. Не әлде қимай жүрсің? Осы екеуін біреу. Өзіңдікін дұрыс санамайсың, және ол адамды қимайсың. Сол үшін менен ақталғың кеп тұр. Не қыласың менен ақтап ал? Кетерін кеттің, болары болды, болмады, ешкім мені қинамады. Енді кеткеннен несін жамандаймыз оны? Жеңгесімен жүрді ма, сәсетпен жүрді ма, кіммен жүрсе онымен жүрсін. Пугачеваға бара ма, өзі біледі. Не қыласың басын қатырып? Кетер адам кетті, жақсы жолың болсын, Аллаху акбар, өткенге салауат дейді ұлтымызда. Сәлеметсіз бе? Сізге кездесу туралы дайректке жазған едім, кездесу ұйымдастыру бойынша. Кез келген кездесу менің баратыным, қай өңірде болса да бәрі тегін, бесплатно болады. Кейбір адамдар маған ақша жинап, біз өзіміз жинаймыз, аудитория жинаймыз, сіз елден ақша аламыз деген кездесулерге мен бармаймын. Тек қана тегін болса барамын. Ол мектеп бола ма, ол оқу орны бола ма, кез келген жер. Егер жастардың мәселесі тұрған болса, 24/7 баруға дайынмын. Ұстаз, бүгін мазаңыз болмай отыр ғой дейді. Кішкене сондай болып отыр. Менің арықтағым келеді. Осы ой мені қатты мазалап, қатты ойымға кетіп жатыр. Осы денемнің саулығына шүкір деймін. Бірақ бәрібірде арықтауға тырысамын. Бірақ қолымнан келмей жатыр дейді. Спорт. Спортқа көбірек шұғылданыңыз. Спорт сізге көп мәселені шешеді. Ұстаз, мен намазды тахаджудтен бастадым. Тамаша. Таң намаз оқып жүрмін. Тамаша. Бір аптадай болды. Құттықтаймын. Машалла, алхамдулилля. Енді бір уақыт, 5 уақытқа бастаймын. Менікі дұрыс па дейді. Тамаша.
мұсылмандық әсте діннен шығып кәпір болмағың бір пәсте. Сондықтан бастай бер алтыным, бастай бер, қабыл болсын. Жақсылыққа бет бұрғаның ұлы дүние. Мәселе келесі нәрсе, соны ұстап қалуыңда. Осыған келдің ба, енді осыны ұстап қал. Ана бүгін бастадым, ертең сақалды, соны тастап кеттім. Бүгін орамал тақтым, ертесін шешіп тастадым. Жай шешсе де мейлі ғой бет. Шешкенде де мынандай орамалды кішкене мынандай қылып шешсе де мейлі ана. Мынау келін қылып тақса жоқ. Совсем ләмкімен шешіп жатырмыз ғой, сұмдық болып. Сақалын бәрін қырып, намазын бәрін боқтап, мұсылмандарын бәрін қарғап, сілеп, бәрін бақабес қылып, сол есі ауып жүргендер бар. Алла, не дейміз оған? Алла қаламаған, болды. Оған ренжімейміз. Алла дінінде көргісі келмеген ол адамды, болды. Мәселе осылай. Изменаны кешіру үшін не істеу керек дейді. Изменаны кешіру үшін кішкене тәкаппарлықты төмен басу керек. Алла тағаладан біз пенде екенімізді түсінуіміз керек. Үшіншіден, сенің қосқан адамың, мейлі еркегің, мейлі әйелің адам екенін түсіну керек. Одан кейін оның жақсылығын көбірек ойлаңыз. Содан кейін Аллаға табыстап үйреніңіз, жақсы сол болады. Әйел адамға зират басына баруға бола ма, ата-анасына? Қасында адам болса баруға болады. Аға, қалай ренішті өшіреміз? Қиянат жасаған адамды қалай кешіруге болады? Есімнен кетпейді. Қымбатжан, былай қара. Алла тағала Құранда бізге, баршамызға, мұсылмандарға намаз оқуды, ораза ұстауды, күнәға бармауды міндеттеген. Тікелей өзі. Содан кейін сен соны орындамайсың да, жүріп ұялмай-ақ сол Құдайдан кешірім сұрайсың. Я Алла, мені кешірші дейсің. Құдайдың бұйырып тұрған заңын бұзып тұрып, сол Құдайдың өзінен кешірім сұрайсың. Бұл қалай? Яғни, мен пендемін, я Алла, мен оқымай қалдым, мен ақымақтық болып қалды, нәпсіме ердім, мені кешірші деп сұрайсың. Сіздің қасыңыздағы адамның қиянаты тура сол сияқты. Сен де Құдайға қиянат жасадың. Сен де өз-өзіңе қиянат жасадың. Құдайдың бұйырғанын орындамадың. Миссияң ғибадат еді. Миссияң Алланы тану еді. Танымадың, бұздың. Ата-бабаң жолынан сен де кеттің. Ата-бабаң басынан кемешегі түспеген еді анаңның. Сен соның бәрін шешіп тастадың. Сен қиянат қылдың. Енді Алладан болды, енді сен айдалаға айдап жібер деп жатқан жоқпыз ғой. Сен де кешірімге, Құдайдың рахымына үміткер адамыз бәріміз. Көрдің бе? Тура сол сияқты шансың бар. Сол сияқты сен де ол адамды кешіруге шанс беру керексің. Бір үлкен ғұламадан адамды неше рет кешіруге болады қиянатын, қалай кешіреміз дегенде, Құдай сені қанша рет кешіруді қаласаң, сен де сонша кешірімді бол деп жауап берген екен. Мәселе осылай. Нумерологияны айттық, мұсылманға рұқсат етілмейді бұл нәрсе. Онлайн саудамен айналысамын, өз услугамды қосып заттар сатамын, және Қытай бизнесімен қалай айналысу керек, соңында оқытамын. Үйде отырып осылай табыс табамын, дұрыс па сол? Егер ішінде өтірік, алдау болмаса, адал болады. Ішінде алаяқтық болмаса, одан кейін екінші шарты, мемлекеттің тиісті налогын, мемлекет төлеп, сен ақша тауып отырсың ғой. Ақша тапқаннан кейін табысыңнан не төлеу керексің? Салық. Сол салығыңды төлесең, проблема жоқ. Алдама. Аллаға сансыз шүкір. Мендегі бәрі Алладан, тамаша. Но менің мінезім өте жаман болып бара жатыр. Намаз оқимын, Алладан сұраймын, сонда барды психологқа барған дұрыс па? Дінде Алладан кейін, Аллаға иманнан кейінгі екінші тұратын нәрсе ол ғибадат емес. Ол дұға емес. Ол мінез тұрады. Хұснул хұлық, жақсы мінез, қарым-қатынас тұрады. Егер сенде Құдайға сендім дегеннен кейін мінезің дұрыс болмаса, демек проблемаң бар деген сөз. Енді проблеманы мойындап тұрсың. Психологқа барайын ба? Психолог саған не үйретеді? Сен Алланың дінін қолыңа ұстап тұрып, ең главный дүниеде ең жоғарғы потолок ол Құран, дін болады. Осыны ұстап тұрып, дінсіз адамға қалай барасың айтшы? Демек, сен мынаның ішіне дұрыс үңілмей жатсың деген сөз. Жақсылықты осының ішінен ізде.
Осыған жақын адамдардан ізде. Осыны білетін адамдардан ізде.